Мұражайымыздың алғашқы залы тылсым дәуір залы деп аталады. Сіздердің алдарыңызда тарихымыздың тереңдігін, түп тамырымыздың тектілігін дүние дидарына жария еткен асыл қазынамыз алтын киімді адам. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының Батыс Қазақстан ғылыми экспедициясының жетекшісі, тарих ғылымдарының докторы, археолог Зейнолла Самашевтың басшылығы менен 1999 жылы Атырау облысы Жылой ауданы Аралтөбе қорғанына жүргізілген қазба жұмыстар нәтижесінде осы алтын киімді адамның мүрдесі табылған болатын. Ғалымдардың тұжырымдауы бойынша бұл алтын киімді адамның өмір сүру кезеңі 2000 жыл бұрынғы сарматтар кезеңіне жатады. Сармат тайпалары біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан біздің заманымыздың 4-ші ғасыр аралығында Тобылдан Дунайға дейінгі ұлан-ғайыр жазықты мекендеген ежелгі тайпалар. Ер адамның киімі әшекейлі алтын бұйымдармен безендірілген. Тіпті оның шашын түйген байламшасы, жанындағы қару-жарақтары, қорамсақ шиектері, аса таяғындағы самұрық бейнесіне шейін алтынмен апталып әшекеленген. Мұның өзі бұл адамның тайпа көсемі, сармат тайпасының көсемі, дін басы, абыздықты ұстанған, сонымен қатар әрі қыран құс ұстап, саятшылық жасап, аңшылықпен айналысқан деген дәлелдер болса керек. Ер адамның киіміндегі кездесетін ою-өрнектер жалпы қос мүйіз, қыңыр мүйіз, шет оюы болып, қола белбеуінің бір бөлшегінде арқардың бас мүсіні бейнеленген. Жалпы қос мүйіз, қыңыр мүйіз оюлары бұл сол кездегі байлық пен молшылықтың нышанын білдіреді екен. Сонымен қатар алтын адам киіміндегі ою-өрнектері тағы да оның геометриялық фигураларымен бейнеленген. Яғни оның үстіңгі бөлігіндегі киімдердің түрлері геометриялық фигуралар, ромбик тәрізді, дөңгелене тәрізді, пирамида тәрізді өрнектер де көз жауын алады. Әрмен қарай Аралтөбе қорымының қорым ерекшеліктеріне назар аударсаңыздар. Диаметрі 40 метр, биіктігі болса 2 метрге жуық. Аралтөбе қорғанның жоғарғы төбе бөлігі 4-ке, ал төменгі бөліктері 12 бөліктен тұрады. Бұл сол кездегі сарматтардың ұғымындағы жылдың 12 айын және 4 жыл мезгілін білдіруі мүмкін. Аралтөбе қорғаннан жалпы 3 зират қазылған болатын. Қазылған алғашқы зираттан адамдардың қаңқалары, олардың қолданған жебе ұштары, шыны моншақтары табылған. Қазылған екінші зираттан басы оңтүстікке қаратып жерленген мүрде жанынан 100-ден астам жебесі бар қорамсақ жиектері, бүйірлі қышқымыра, темір қылыш қанжар кездесті. Ал қазылған үшінші зираттан алтын киімді адам табылған болатын. Міне Аралтөбе қорғанына қарасаңыздар, ер және әйел адамның мүрделерімен қатар олардың аяқ жағында 2 жылқы, бүйірлі қышқымыра, әртүрлі қару-жарақтардың ыдыс түрлері табылған болатын. Алдарыңызда суреттерде археологиялық қазба жұмыстары кезінде түсірілген Аралтөбе қорғанының фотосуреттерін тамашалай аласыздар. Темір қылыш ақинақ суретте алдарыңызда және Аралтөбе қорғаннан табылған құстың қаңқасының фотосуреті қойылған экспозицияда. Сонымен қатар Аралтөбе қорғанның сызбасына назар аударсаңыздар, Жылой ауданның орталығы Құлсары қаласынан 65 шақырым жерде, Ақкиіз-Тоғайдан 25 шақырым жерде және атақты Ақмешіттен 6 шақырым жерде Аралтөбе қорғаны осы жерде орналасқан болатын. Сондай-ақ осы тылсым дәуір экспозициялық залын толықтыру мақсатында алдарыңызда 2 үлкен картинаны көре аласыздар. Бұл картинамыз алматылық суретшілер Нұрғожин және Медетбековтің тарихи деректеріне сүйене отыра салынған суреті болатын. Алғашқы панорама картинамыз Сарматтар соғыс қарсаңында деп аталады. Алдарыңызда Сарматтың жас кезі бейнеленген. Өзінің алтын күймесінде жолбарыс терісінің үстінде отырған жас Сарматтың есіл дерті алда болып жатырған соғыста. Бірақ та өзінің атының жарақаттануына байланысты көсемнің сенімді серіктері күймені шалшықтан шығару сәті бейнеленген. Әрмен қарай Сарматтар соғысы деп аталатын картинамызда Сарматтар соғысы кезеңіндегі әртүрлі тайпалардың өмір мен өлім үшін кескілескен соғысы көрініс тапқан. Яғни бұл картинаға қарасаңыздар, сол кездегі сармат тайпалары әртүрлі тайпалармен өмір мен өлім үшін кескілескен соғысы, бұл кезеңде әртүрлі қару-жарақтардың түрлері дамып жетілген және картинадағы бейнелері сол кездегі суретшілердің ой қиялынан туындаған болатын. Сондай-ақ алдарыңызда қола айна сынық бөлшектері, моншақтар біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырға жататын. Сонымен қатар төменгі экспозицияда алдарыңызда қола ыдыс фрагменттері, жебе ұштары, пышақ, қылыш, қанжар осы тек қана Аралтөбе қорғанынан ғана емес, Иманқара, Қаратон елді мекендерінен табылған болатын. Ғасырлар қойнауынан тылсыммен тұмшалана жеткен алтын адам экспозициясының тарихы осындай.